Құлпынай жайлы қызықты мәліметтер. Құлпынайдың денсаулыққа пайдалы дәрумендерге бай екендігі бәріне белгілі. Шамамен бір құлпынайда 200-ге дейін дәнегі болады. Бұрын соңды белгілі болған құлпынайдың ішіндегі ең үлкені 250 грамм келіп, диаметрі 30 сантиметрге дейін жеткен. Әлемде ең көп құлпынай өсіру Америка құрама штаттарында дамыған. Тек Калифорния штатының өзінен жылына миллиардтаған тонна құлпынай жиналады. Халықтық медицинада құлпынайды негізінен бас ауруына қолданады. Себебі құлпынай аспирин секілді әсер етеді. Құлпынай дәмі тәтті болса да, құрамында қанты аз болып келеді. Тіпті қышқыл лимонның өзінде құлпынайдан қарағанда қант көп болады. Жиі құлпынай жеу тісті ағартуға пайдасын тигізеді. Бұл жидек мықты болмағанымен керемет антидепрессант бола алады. 150-200 грамм құлпынай жүйке жүйесінің қалпына келуіне септігін тигізеді. Әлем бойынша құлпынайдың 300-ден астам түрі бар. 100 грамм құлпынайдың өзі күнделікті тұтыну керек С дәруменінің 90%-ын құрайды. Ресми түрде ең дәмді құлпынай Ұлыбританияда өседі. Антарктида континентінен басқа Австралияда құлпынай өсірмейді. Францияда құлпынай ең мықты афродизиак болып табылады.